Монғолияның Баян-Өлгей аймағындамын. Жалпы бұл мемлекетте 20 облыс бар, соның ішінде бірден бір қазақтар тұратын, әлем қазақтарының ішіндегі өзінің ұлттық салт-дәстүр, жалпы менталитетін, тілін таза табиғи ұлттық болмысын сақтаған бірден бір осы Баян-Өлгей аймағы. Жалпы Моңғол мемлекеті жылына бір рет осы шілде айының 11-12 күндері ең үлкен ұлттық тойларын атап өтеді. Бұл тойдың идеологиялық мәні бар, үлкен даталарға сәйкестендіріп жасайтын болады. Моңғол мемлекетінің негізін қаланғанына 2233 жыл, Шыңғыс хан мемлекет негізін қаланғанына 818 жыл, тәуелсіздік жаңағы бостандық алған күніне 113 жыл, сонымен қатар халық революциясының 103 жылдығы және осы жергілікті әкімшілік аумақтың аймақ, облыс, аудандардың құрылғанына пәленше жыл деп барлық даталарды біріктіріп, екі күн жаңағы көшпенділердің салт-дәстүрі бойынша керемет той жасайды. Бұл жер бәйге төбе деп аталады, яғни аламан, бәйге, көкпар, айтыс, сонымен қатар жалпы ұлттық қазақтың төл өнерлері, жарыстары өтетін жер. Бірақ Моңғол мемлекетінің тойы болса да, бұл жерде қазақтар өздерінің жаңағы ұлттық спорт түрлерін барлығын атап өтетін болады. Қазір бұл жерде айтыс болып жатыр. Өздеріңіз көргендей, бәйге төбе алаңы ұлттық көшпенділер стилінде жасалынған. Бір атап өтерлігі аламан бәйге біздегідей жаңағы бір шеңберді айналып шаппайды. Шамамен 25-30 шақырым жерде төмен жақта бірақ қоя береді, 35 шақырым шолып келеді. Бұлар жаңағы бір жерде айналып шаппайды. Негізі көшпенділердің нағыз бәйгесі солай болуы тиіс. Жалпы моңғолдарда ердің 3 тойы деген дәстүр бар. Негізі сондай басымдықпен атап өтіледі. Ол жерде жаңа ең бірінші аламан бәйге, сонымен қатар балуан, өздерінің ұлттық күресі, одан кейін садақ ату. Жалпы садақ атқанды көрдім. Еңкейген 6 жастан бастап үлкен жастарға дейінгі әйелі бар, еркегі бар, барлығы садақ атады екен. Және балуан күресінде де солай. Ал аламан бәйгеде де жаңағы аттарын баптап жаз бойы дайындалып осындай үлкен додаға түседі. Енді мұнда қарасаңыздар, мұндағы тойдың негізгі өткізу тәртібі өте ерекше. Өздерінің ұлттық жаңағы стилінде өздерінің ұлттық құндылықтарын, дәстүрлерін сақтай отырып өткізеді. Бірақ бір жақсысы біздің мына Баян-Өлгей аймағы қазақтар мекен ететін қанша Моңғолия мемлекетінде тұрса да, бұндай моңғолдың ұлттық тойында олар да өздерінің жаңағы қазақ салт дәстүрлерін, ұлттық киімдерін киіп, Моңғолия мемлекетінің жаңағы ұлттық құндылықтарымен бірге ұштастыра, бірге атап өтеді. Жалпы көшпенді өмір сүретін ұлттар негізі бір-біріне жақын келеді ғой. Киіз үйде бірге тұрмыс тату тәтті тіршілік ететін, осындай жаңағы екі ұлттың арасындағы нағыз татулықты бейнелейтін үлкен той болып жатыр. Ал бұл негізгі мемлекеттік тойдың бірінші күні осындай салтанатты дәстүрмен басталады. Ұлттық нақышта киімдер, көшпенділер өмірін бейнелейтін көріністер, мемлекеттік деңгейдегі, ұлттық деңгейдегі үлкен ауқымды шаралар өткізіледі. Басшылар құттықтауы, мемлекеттік туға, рәміздерге құрмет көрсетіліп, осындай ұлттық нақышта алаңға шығып, өздерінің сән салтанатпен жүріп өтетін дәстүр бар. Жалпы Моңғолиядағы өзге ұлт өкілдерінің ішіндегі ең көбі қазақтар, одан кейін моңғолдарда қазақтар сияқты өзге тайпалар бар. Бөржүгін, Дөрбет, Қалқа, Зақчын деген сияқты тайпалардың өкілдері өздерінің ұлттық нақышта киімдерін киіп, осындай көшпенді дәстүрмен Шыңғыс хан дәуіріндегі стилде осындай өнер көрсетеді. Бұл енді тойдың алдындағы ұлттық төл өнерлерінің жарыстары, асық ату, еңкейген баладан кәріге дейін осындай асық атып жарысады. Бұдан кейін үш тойдың бірі деген жаңа садақ ату дәстүрі. Бұл садақты моңғолдар керемет атады. Бұнда балалардан бастап үлкен қарияға дейін ер әйел деп қарамай осындай керемет садақ ату дәстүрі бар. Бұл тойда жеңіске жетсе жаңағы мемлекеттік мерген, облыстық мерген, аудандық мерген сияқты атақ береді. Бұнда ара қашықтық 40 метрден 100 метрге дейін садақ атады. Міне өздеріңіз көргендей әйелдердің өзі, қыздардың өзі керіліп тұрып садақты көздеп атып жатыр. Жалпы бұнда балалардың өзі 6 жастан бастап садақ атады, осындай тізіп қойған дөңгелектерді дәлдейді. Бұның өзі үлкен идеологиялық мәні бар, керемет ата-баба дәстүріне балалардың өзі қандай садақ атып жатыр.
бұлар енді есейгенде нағыз мерген болып шығатыны сөзсіз. Ал бұл Моңғолияның ұлттық күресі, жалпы күресте 128, 256, 512, 1024 балуандар екіге бөлініп күреседі. Мынау біздің Моңғолияның қазақтарының балуандары, жалпы балуандардың өте құрметтейді, өте ерекше үлгі тұтады. Өйткені өте мемлекеттік деңгейде ауқымды түрде бұл балуан, бұл күрес түрі дамыған. Біздің осы Моңғолияның қазақтарының ішінен ең жоғары атақ дәреже алған Серік деген азамат Моңғолияның піл атағын алды. Ол азамат енді білесіздер, Евразия барысы атанды қазақ күресінен осы Қазақстанның төрінде, Астананың төрінде біраз күрескен, дзюдомен айналысқан Моңғолияның чемпионы. Одан кейін де жалпы Моңғолияның қазақтарының ішінен осы ұлттық күреспен күресіп, Моңғолияның ұлттық тойында осылай той салып жүрген балуандар біршама. Жаңа айтып өткенде 256-128 балуан екіге бөлінген кезде жалпы 7 кезеңнен 8 кезеңнен күреседі. Сондықтан балуандар бір күнде аяқталмайды. Тойдың бірінші күні балуандар жартылай күреседі, екінші күні осындай міне Бәйгетөбе қаланың сыртында ат жарыс болатын аумаққа келіп жиналады. Бұл жер енді ат күтіп алатын, Бәйгетөбе болатын, ұлттық салт дәстүрлерді дәріптейтін аймақ. Бәйгетөбе деген білесіздер, біздегі сияқты атты жаңағы бір шеңберді айналдырып шаппайды. Бұл жерде Бәйгетөбені төмен қарай жазыққа аттарды шамамен аламан бәйгені 35-40 шақырымға дейін жібереді да өрге қарай шаптырады. Мынау сол ат күтіп алатын жер. Бұл жерде енді барша қазақтар, барша саудагерлер жиналады, той жасайды. Осылай өздері бір еркін ақжарқы болып демалатын жер. Жалпы бұнда айтыс болып жатыр. Айтыстан қысқаша сіздерге өзімді көрсетейін. Ақынға өлең деген уайым дейді, өткен ғұмыр ертеңге сарын дейді. Ендеше біздер заңға бағынайық, айтыстың тақырыбы қайым дейді. Дүрсілді болады ғой. Шабанды бұлағамыз жамандай ма? Осылай бір бауырын бағандай ма? Жақсы тіркес көп шығар бұл қазақта, жақсы тіркес інеге таба алмай ма? Тігілген бұнда, тігілген жағалай үйлер екен. Ағамыз бүйігінен күлген екен. Айтыстан тарқамаңдар жүйрік келмей, болмайық ел алдында жыр біткендей. Ел алдында тоқтамай біз жабайық, қамшылап өрге қарай жүйріктердей. Ал қадірлі ағайындар, өздеріңіз куә болғандай айтысымыз да өз мәресіне жетті. Ең соңында айтысқан екі ақынымызды көрдіңіздер. Тілек азаматтық жолмен Айдосқа жол берді. Солай ма дөрішілер? Айдос жол берді, Айдос тілекке жол берді. Опай бұл жерде көтерілмейді екен. Айтыс біткеннен кейін аламан бәйге келетін дәстүр бар. Бұл жерде көкпар болды, жалпы қыз қуу болды. Көптеген қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындары осындай таудың бөктерінде өткізілді. Міне аламан бәйге келе жатыр. Жалпы жаңа айтып өттім сіздерге. Бұл жақта аламан бәйге бір жерде айналып шаппайды. Нағыз жүйрік өрге қарай жердің түрлі бидер, түрлі ойлы шұңқырларынан айналып өтіп, осындай өрге бәйгеге келіп тоқтайды. Бұл жерде енді аламан бәйге 35 шақырымға шапты. Жалпы ат құлағында ойнаған қазақтың балалары осындай дүрбелеңде қиқулап, аттың шабысы мен жүрісіне елеңдеп барлық осыны тамашалап жатыр. Бұнда енді шамамен жалпы атты бәйгеден келгеннен кейін осындай қоршауға әкеп
тоқтап айналдырып жетектеп қояды. Білесіздер, шауып келген атты бұл жерге тоқтамайды. Сондықтан қауіпсіздік үшін осылай жасап қойған екен. Ал енді ат сүйер қауымның көрінісі осы аламан бәйге біткеннен кейін міне тойдың екінші күні кешке, яғни балуанның жалғасы. Бағана сіздерге айтып өткендей 128 балуан екіге бөлінгенде 64, одан кейін 32, 16, 8 деп ең соңында 2 балуан қалады да финалға шығады. Ал бұлар жүйріктер, осы аламан бәйгеде орын алған жүйріктерді көпшіліктің алдында ерекше атауымен осылай марапаттайтын болады. Көпті, иә. Мына баламда көп түсіп Жеңімпаз жүлделі аттарға сыйлық беру рәсімі. Осы тойдың жеңімпаз, аламан бәйгенің жеңімпаз аты. Қанша бәйге алды аға? Қанша бәйге алды атыңыз жалпы? 3 бәйге. Ең үлкен бәйге ма? Жоқ, бұның алдында да болды ма? Есіне сұраймыз. Есі. Бүгінгі аламан бәйгенің жеңімпаз жүйрігі жалпы ірі 3 бәйгені алған екен. Қанша жасар жоқыңыз? 6 жасар. 6 жасар? Мен өзім топынан қойғач. Оның деген түсінеміз. Демек, Моңғол мемлекетінің үздік бапкері, қанша бәйгеде жүріп? Осы 5-ші айдан бергі жарыстарда бір 4-5 рет алтын келді. Бұл қандай жылқының тұқымы? Мынау өкіметте, әкесі өкіметте аста ерік тұру арқалды. Негізі бүгінгі бәйгеде ең үлкен осы бәйге осы ма? Бұның алдында да болды ма? Аймақтық, басқа да? Ең үлкен бәйге осы. Ал бұнда бір ерекше бір дәстүр бар. Бұнда жеңімпаз аламан бәйгеде болсын, палуандар болсын, садақшылар болсын, оларды ерекше атаумен атақ абыройларын, туған жерін, жалпы оған спонсор ететін компанияларынан бастап осындай жеке адам әндетіп атағын шақырып содан кейін барып марапаттайды. Мынау енді қазақ киім киген жорғада бас жүлдені жеңіп алған азаматтың атақ абыройын, жалпы осыған дейін жарыстағы жүлделерінің атауын бәрін осындай көпшіліктің алдында керемет түрде, салтанатты түрде осылай шақырады. Аламан бәйгеде жеңімпаз болған аттың иелері осылай көпшіліктің алдында құрметпен жүріп өтеді. Мынау аттың мойнындағы медалдар әр жеңімпаздан берген сыйлық иелері ғой. Мұнда қыз өзі осы бәйгеде атқа шапқан, жалпы моңғолдарда, жалпы осы жақта қазақтарда да қыз бала атқа шаба береді. Шашу дәстүрі жеңімпаз ат иелеріне құрмет көрсетіп жатыр. Бәріміз осылай бала кезімізде шашып аламыз.
Осындай салтанатты марапаттаулардан кейін күрестің жалғасы болады. Бұл күресте кім чемпион болады, соған Баян Өлгий аймағының, яғни аймақтық арыстан атағы беріледі. Жалпы күрес дәстүрі бойынша моңғолдардың ең бірінші аудандық деңгейде күресіп, жеңімпаз атанса аудандық піл атағын береді. Одан кейін аймақтық күреске қатысады. Ол жерде 4 шығып 5-ші кезеңнен кейін атақ береді. 5 шықсаңыз бұндай күресте аймақтық лашын, 6 шықсаңыз аймақтық қаршыға, 7 шықсаңыз аймақтық піл, 8 шықсаңыз чемпион болсаңыз аймақтық арыстан болады. Одан кейін барып үкіметтік деңгейдегі мемлекеттік тойға қатысасыз. Онда да жаңағы үкіметтік деңгейде 5 шықсаңыз мемлекеттік лашын, 6 шықсаңыз мемлекеттік қаршыға, 7 шықсаңыз мемлекеттік қарт дейді, 8 шықсаңыз мемлекеттік піл деген сияқты сондай арыстан мемлекеттік атақ, одан кейін мемлекеттік чемпион деген сияқты 8-9 шықсаңыз осындай атақтар береді. Жалпы моңғолдың күресінде бұндай атаққа ие болу өте қиын. Жоғарыда айтып өткеніндей, осындай ең жоғары дәрежедегі атаққа Серік деген біздің мықты балуан 7 жығып мемлекеттік піл атағын иеленген болатын. Бұндағы чемпиондарға олимпиада чемпион сияқты өте керемет құрмет көрсетеді, керемет көліктер, сыйлықтар, үйлер, осындай олимпиада чемпионына көрсеткенде құрмет көрсетіп абыройларын асқақтатады. Бұнда да балуандар жеңімпаз болғанда жаңағы атағы бой дәрежесін, жалпы балуандар шақырған кезде туған жерінен бастап қандай компания спонсор болады, кім қандай спорттық клубтан шықты деген сияқты барлығын осылай атап шығып таныстырады. Мынау енді финалдық бәсеке аймақтық арыстан Ерболат деген азамат, білесіздер, халықаралық дәрежедегі оқытан спорт шебер болған. Мынау Көптілек деген сол жақтағы азамат, осыған дейін күресте біраз уақыт осы вице чемпион болып жүрген, аймақтық осы жолы жеңімпаз атанып, аймақтық арыстан атағын алды. Бірнеше жыл қатарынан аймақтық арыстан атағын ала алмай жүрген Көптілек деген мықты балуан міне чемпион болып аймақтық арыстан атағын алды. Аймақ әкімдері жалпы бірінші, екінші орын болған балуандарға құрмет көрсетіп, осылай сый-сияпат табыстайды. Жергілікті халық балуандарын көтеріп құрметтеп жатыр. Жалпы Баян Өлгий аймағының тойы осындай ерекше, ал Моңғолияның үкіметтік тойы бұдан да зор, ауқымды түрде атап өтіледі. Баян Өлгий аймағы дегеніміз осы Ресеймен шектесетін, өзіміздің 100% қазақтар тұратын керемет әлем қазақтарының ішіндегі өзінің ұлттық құндылығы мен салт дәстүр тәрбиесін, менталитетін сақтаған бірден бір аймақ. Жалпы бұл Моңғолияда 150 мыңға жуық қазақтар тұрады. Осы Қазақстан мен екі ортада бүгінде тату тәтті тұрмыс тіршілік көшіп жатыр. Жалпы табиғаты мен салт дәстүрін, тұрмыс тіршілігі қатар үйлескен бұл аймақтың көрінісі де, оны көруге де қызығушылар өте басым, туристер өте көп екен.